Енді қызығы кім үздік сұрмерген болуы мүмкін? Үздік сұрмерген кім болады дегенде, мысалға қарап отырсақ, Франция мен Марокко келіседі. Англия мен Норвегия келіседі. Холланд жоқ дегенде бір голын соғады. Мбаппе Мароккоға жоқ дегенде бір голын соға алатын ойыншы. Аргентина сол жақта енді Месси көкем тағы да өткенде Мбаппе жақсы жауап берген еді бұған. Мбаппе бір кезде осы Аргентинаға Месси гол соқты өткен Кабо-Вердеге. Соған дейін Мбаппе бірінші орында тұрды ғой. Не ойлайсыз, әлем чемпионатының үздік сұрмергені боласыз ба дегеніңізде, уайымдамаңыздар, Месси ертең өз голын соғады. Мен оған қатты назар аударып жатқан жоқпын. Басты ойым чемпион болу деген еді. Сол сияқты Месси міндетті түрде Египетке қарсы, Мысырға қарсы голын соғады. Одан кейін Швейцария, Колумбияға қарсы голын соғуы мүмкін. Колумбиямен күнде ойнап жүрген ұжым. Қызық. Негізі бұл жерде тағы да бір интрига бар. Бірақ Мессидің дәл осындай жасқа келіп керемет ойнап жүргені, және ол тек қана ойыншылар ойбай, бүкіл әріптестері Мессиді коммент етіп жатыр, пас беріп жатыр дегеннен емес, өзінің шеберлігін де көрсетіп жатыр да. Прессинг болса прессинг, жүгіреді, кіреді, екі ойыншыны алдап өтеді. Сол баяғы біз жақсы көретін Мессидің соққан голдары қызық негізі. Бірақ жалпы турнирлік жүріп өтетін жолға қарайтын болсақ, сол Мбаппе немесе Месси болатын шығар. Холланд қалады ау деп тұрсыз. Холланд қалып қалуы мүмкін енді. Себебі Англия қиын.